Жастар қуатты Қазақстан үшін Оралда елбасының қатысуымен республикалық форум өтті. Жиынға 2,5 мыңға жуық жас буын өкілдері қатысты. Форумда ашқан Нұрсұлтан Назарбаев өркендеу жолында жасалып жатқан жұмыстарға тоқталды. Қолдау қомақты, ең бастысы жасыл ел, дипломмен ауылға, қолжетімді баспана бәрі жастар үшін. Жыл сайын 35 мың білім гранты бөлінеді. Бұл салаға жұмсалатын қаржы 4 жылда 2 есе өсті. Осылайша жастардың өрлеп өркендеуіне жан-жақты жағдай жасалғанын айтты елбасы. Форумға Маңғыстау мен Атырау өлкесінің жастары да телекөпір арқылы үн қосты. Сол жастар арқылы елбасы екі өңірдің де тұрғындарына сәлемін жолдап, ризашылығын білдірді. Барлық істеген шаруамыз білім, ғылым, денсаулық, болашақтың мәселесі. Мынау тәуелсіз Қазақстанымыздың бүгінгі күні дүние жүзінің дәрежесінің көтерілуі, Қазақстанда дүниенің барлығы білуі, жаңа ұрпақ тәрбиелегеніміз осының барлығы болашаққа деген мемлекеттің қамқорлығы болып саналады. Сендердің болашағың үшін. Сондықтан осы тәуелсіз елімізді патриоты болып шын жүректен сүйіп, өздеріңіз тәрбиелеп, білім алып азамат болсаңыздар, мемлекетіміздің тәуелсіздігі ұзақ та баянды болады.